Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге болды. Мен бүгін сіздерге күріш және маштан осындай керемет сорпа жасауды үйретемін. Ең алдымен менің каналыма кіріп, подписаться кнопкасын басып және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі мен сіздермен ең керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Ең бірінші бізге ет керек болады. Етті осылай майдалап 4 бұрыш етіп турап дайындап алыңыздар. Оның артынан 3 немесе 4 пиязды, пиязы көп болса, егер тамағымыз өте дәмді болып шығады. Мен 3 пияз турадым, осылай майдалап турап аламыз. Енді сәбізді, оны да тура ет сияқты 4 бұрыш етіп турайсыздар. Видеода бәрі анық көрсетіліп тұр. Картошкамыздың пішінін сәбіздікінен кішкене үлкендеу қылып, бірақ 4 бұрыш етіп, осы видеодағыдай турап аламыз. Қызып тұрған қазанымызға 150 грамм сұйық май құямыз дағыны, оның үстінен етімізді салып қуырамыз. Етіміз қатты қуырылып кетпеу керек, себебі қайнаған кезде сорпаға дәмі шығу үшін. 1-2 минут ет қуырылғаннан кейін, оның үстінен туралған пиязымызды қосып, араластырып, оны да 2 минут немесе 3 минут қуырып аламыз. Пиязымыздың артынан сәбізімізді салып, араластырып қуырып аламыз. Подливкамыздың үстінен 1 ас қасық тұз және де 1 ас қасық томатымызды салып, араластырып, жақсылап қып-қызыл етіп қуырамыз. Томатымыз қып-қызыл болып қуырылғаннан кейін, оның үстіне 2,5 литр су құясыздар. Сорпамыз қайнап шыққаннан кейін, оның үстіне жақсылап тазартып жуып алған машымызды саламыз дағыны. Баяу отта 40 немесе 50 минут бойы қайнатамыз. Қайнап жатқанына 40 минут болды. 40 минуттың ішінде машымыз осылай жарылып, дайын болғаны білінеді. Оның үстінен картошкамызды салып, сорпамыздың міндетті түрде тұзын көреміз. Егер тұзы кішкене аздау болса, тағы да тұз қосамыз. Картошкамыз дайын болған кезде, жақсылап жуып алған 150 грамм күрішімізді сорпамызға салып, күріш піскенше 15 минуттай тағы да қайнатамыз. Бұл ас қыздар өте пайдалы астардың бірі, себебі маш бізде денеміздегі суықтықты алатын өте пайдалы дәнді дақылдарға кіреді. Мінекей тамағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған бота аптасына 3 немесе 4 рет ең керемет рецепттермен бөлісетін боламын.